Біз жүгіріп келеміз. Жібек, қамықпа Аяш, әлі-ақ бәрін табамыз деп қояды, ентігін баса алмай. Асқар мен Әбдеш ойларында ештеңе жоқ. Бір шөбі шегіндеу жерге келіп, дорбаларын ақтарып отыр екен. Қағаздан дастархан жасап, үстіне нан кесіп қойыпты. Қане қыздар, жайғасыңдар, ассынбаңдар. Менің елігімде отырып ауызға салған бір түйір нанның өзі бір күнге тағам болады, деді Асқар бізді жайластырып жатып. Әбдеш дорбадан бір шөлмекті алып, қалайы кружкаға құя бастағанда, бетіне таңдана қарап ем, су ғой Аяш деді. Асқар болса маған тігіле қарап тұрды да, оның су екені рас, ал мынау шарап деді, екінші шөлмекті ашып жатып. Жақтырмасам да маған ұсынар деген ойдан аулақ болғандықтан үн қатқаным жоқ. Шөлмек ашылды. Ішімдіктің сөзді көбейтетін әдет емес пе? Ал алмаймын деп отырып бәрі де дәм татты. Кезек маған келгенде үзілді кесілді бас тарттым. Асқар мен Жібек жалбарынып жатыр. Әбдеште үн жоқ. Қолқа қалыңдап бара жатқан соң орнымнан тұрып, онда мен қайтамын деп едім. Әбдеш ере түрегелді. Жарайды, ішпей-ақ қой. Қайтсаң, мен де бірге жүрейін деді. Жүзінде реніш дегеннің ізі жоқ, тек кешір деген пиғыл білінеді. Табан астында көңілім өзгеріп сала берді. Бәлсінгеніме ренжігендеймін. Аңырап қалған Асқардың ұсынулы қолындағы ыдысты алып, аздап ішейін деп бір-екі ұрттадым-ау деймін. Өзегім өртеніп кеткендей болды. Шашалып жатырмын. Әбдеш су алып ішкізді. Бекереттің Аяш, ішкін келмесе несіне қиналдың деп, қолын иығыма салды. Ештең етпейді аға дедім. Бір үлкен жұмысты бітіріп салғанда еркелеп, оның мойнынан құшқан болдым. Жібекте ішті ғой. Және біраз отырдық. Ептеп денем босайын дегені болмаса, көп өзгере қоймаған сияқтымын. Басқаларға қарасам бәрі де көңіліне көңіл қосып алғандай, жүздері алаулап тұр. Не керек? Кері ораламыз деген мезгілде күн күнгейді аралап өтіп, батысқа басын әжептеуір иіп қалған мезгіл еді. Қайтарда Асқар және бір өнер шығарды. Жүріңдер, ана төбенің үстінен қала тегіс көрінеді. Мен сендерге елігімдегі қаламды да қолымен көрсетейін деп, оңға бұрылды. Соңынан ердік. Бұл жерден шынында да қала қолмен қойғандай болып көрінеді екен. Барлық көше білеуленіп, заводтардың мұржасы аспанға дем атып тұр. Әбдештің техникумы, біздің мектеп, Жібектің институты, Жібек медициналық институттың бірінші курсында оқиды екен. Тегіс көрінеді. Қаланың бір бұрышынан баспана бергеніңе құлдық деді Жібек Асқарға. Ал жүріңдер, кетейік. Төбенің бұл тұсынан түк түсу мүмкін емес, айналып өту керек. Ол біраз жер. Мына беттің арасымен декете қояйық деді Жібек, және ұсыныс жасады. Мен жүрексініп ем, жекіп тастады. Неменеден қорқасың? Өтеміз де кетеміз. Біз өтіп кетеміз. Томпиып жатқан жер. Кейбіреулерін қоршап, басына құлпытас қойыпты. Оңды солды қарап келе жатып, қоршаусыз моланың басындағы құлпытасқа ұқсамайтын, үлкенде жарқышақты тасқа көзім түсіп кетті. Жазылған жазуы да ерекше. Алғашында аңырап тұрып қалыппын. Алдымда бара жатқан Жібек байқамай біраз ілгерілеп кеткен. Олар мен ісім жоқ. Бұрылып әлгі тасқа жақын бардым. Қараған сайын көз алмаймын. Көңілдің бір түкпірінде қалған бірдемелер көз алдыма орала кеткендей болды. Құлағыма бір еркелеткен дауыс, қайдағы бір ызың шу келе ме, көзіме тау елестегендей. Осы шашыраңқы елестің бәрін бір ізге түсіре алмай тұрғанымда Жібектің даусы естілді. Неғып тұрсың, Аяш? Айгүл атты дүниеде жалғыз сен деп пең? Бұрында біреу болған шығар. Оның даусы алыстан естіледі. Құлақ асқаным жоқ. Осы бір төмпешіктің астына 4 адам сыйып кеткені ме? Неге бірге жерленді екен? Аттары да қандай әсем? Кенжебай, Айгүл, Еркетай, Жеңіс. Бұл Әбдештің даусы. Әнтек бұрылып бетіне қарадым. Оның сұсы бұзыла бастағаннан өз әлпетімнің әлем тапырақ болғанын шамалап тұрмын. Не болды, Аяш? Әбдеш, маған осы аттың бәрі таныс сияқты. Білетін сияқтымын бәрін. Тіптен қазір бәрін көріп те тұрған сияқтымын. Аяш, саған не болды? Әлде әлгі шарап шаршатты ма? Жібек келіп құшақтай алды. Менің көңілім босап кетті. Даусым сыбырлай шығады. Жоқ, Жібек, мен білетін сияқтымын осы кісілерді. Менің ағамның аты Кенжебек сияқты еді. Айгүл жеңген болса керек. Сөзге Асқар араласты. Сонда Еркетай мен Жеңіс кім? Асқардың менің өміріммен толық хабардар екенін сездім. Мені жеңгем Еркетай дейтін. Ал Жеңіс?
Оны білмеймін. Әйтеуір ағатайым аттанарда осы бір Жеңіс деген есімді жиі атап еді. Аяшау, сенің өз атың Айгүл ғой. Еркетай десе міне еркелеп шауып жүрсің. Қайдағы Қаратасқа келіп қайғырғаның не? Көңілден. Батыл сөйлегенсін еді, бірақ өзі де босаңсып тұр. Бағанағы жібектің даусына ұқсамайды. Қолындағы гүлін апарып тастың үстіне қойды. Әбдеш пен Асқар да солай етті. Менің буындарым былбырап, тізерлеп отыра кеттім. Гүлдер молаға төгіліп жатыр. Қос қолыммен көзімді баса қойдым. Қатуланайын десем, қауқарым келмейді. Көз жасым көл болмаса да, көкірегім еңіреп тұр. Жібектің де көзі жіпсіген. Әлден соң есім жиналғандай. Жібекті құшақтап, мен бұларды туысым деп тұрғаным жоқ. Тек белгісіз біреулер есіме түсіп кетті. Апамды сағындым дедім. Қайда екен менің ауылым? Бар мекен менің ауылым? Бар мекен апам? Аяш, мен сенің ауылыңды бәрібір табамын деді Әбдеш келіп қолымнан ұстап. Апаңды да табамыз деді Асқар. Біз қалаға оралдық. Төбедегі төгілгенім түк емес екен. Көз жасын көл қылудың көкесін интернатқа оралған соң көрдім. Бөлмеме кірмей жатып ақ қыздар тәрбиешілердің бөлмесінің есігін нұсқады. Тезірек төбеңді қылтит, немесе көкеңді көресін деді. Қыздардың бірі жақсы көретін тәрбиешілеріміздің тілімен. Осы сөздің өзі-ақ жеткілікті. Мені іздеп жатқан, сыртынан жаналғыш деп ат қойып алған апайымыз болса керек. Табалдырығынан жүрексініп аттадым. Әй қыз, сен қайда жүрсің? Қыздардың үйіне сабақ оқуға барып едім. Қай қыздың үйіне? Күлзенеттің. Күлзенеттің? Көкуін қара мұның. Күлзенет сені көрсем көзім шықсын деп отыр ғой. Менің көзім туфлиімнің тұмсығын тіміскілей бастады. Күлзенеттің үйіне барып сұрағаны рас болса, оның да көкесін көзіне көрсеткенін сезіп тұрмын. Ей, айтамысың шыныңды жоқ па? Апай, гүл теруге шығып едім. Гүл теруге? Кіммен шықтың? Жібекпен. О, кім жібек деген? Студент. Студентпен қайдан таныс болып жүрсің? Ағайым таниды екен. Қай ағайың тағы? Сенің ағайың бар ма еді? Онда интернатта не жеп жүрсің? Кетпей соның соңына еріп. Балалар үйінде бірге болған едік. Балалар үйіндегі ағайларың ба? Ондайдың бәрі ағай сендерге, білеміз оны. Мысқылдай күлген болды. Неге күлгеніне түсінбеймін. Және кім болды? Әбдеш аға, Асқар. Асқарың кім? Ол да студент. Иә, түсінікті. Студенттермен серуен құрдым де. Рахаттанған шығарсыңдар. Ал гүлін қане терген? Бетте қалдырып кеттік. Көкем аттас адам бар екен, соның басына қойдық. Көкем деген сөзімді келемеш деп түсінді білем. Апайым бұрынғыдан да бетер шабыттанып кетті. Мені жерден алып жерге соғады. Бұл жағдайда балталаса, тіл қатудың керегі жоқ, үнсізбін. Мені олай-бұлай лақтыра беруде күшке түсіп жатса керек. Апайым орнынан тұрып, есік пен төрдің арасын аршындап жүрген. Бір кезде баж еткен даусынан шошып кеттім. Әй, мынауың не сенің деп, жамбасыма оқып қалды. Екі жанары шарасынан шығып, менің маңдайыма сарт етейін деп тұр. Үрейім ұшты. Нені айтасыз, апай? Мынаны айтамын, мынаны! Жаңағы нұқу жалғастырамасын дегені ғой деймін. Жұптап жатыр. Мына көкала сатпағың не? Өзімде ойланып қалдым. Көкала сатпағы нес? Ептеп қарасам жамбасыма көк жұғып қалыпты. Бұл бағана жібек екеуміз таптап жүрген көктің бояуы болса керек. Оны бұрын байқамаппын. Әй көктем, ай көктем. Қанша мейірімді болсаң да, кегіңді қайтармай қоймайсың ау. Көңіліңді сыйлағанмен, бояуыңды сыйламай-ақ қойсаң нетіп еді? Енді міне, көктемді шынымен-ақ көретін болдым. Бара бер бөлмеңе, кешке сөйлесеміз. Ол кісі басқа сөз айта алмады. Көбірек сөйлесе, күл талқаны шығып кетейін деп тұр. Мен бөлмеме келдімде ерікті көзіме бердім. Кешкі тамаққа да барғаным жоқ. Басымды жастыққа орап алып жаттым да қойдым. Аяш деген мейірімді дауысқа құлақ түрсем, ертең-ерте өзіме рұқсат беріп жіберетін апайым екен. Сен неге кешіктің? Түске келемін деп едің ғой? Шар құрып іздемеген жеріміз қалмады. Үйірме жұмысын ұмытып кеттің бе? Бекер болған. Бекер болғанын біліп жатырмын. Енді не істейін? Орныңнан тұр, тамақтан. Сонан соң біздің бөлмеге кел. Әбір жей бермей есіңді жей. Ол кісі сөзге келген жоқ.
Біздің бөлмедегі әңгімені мен сезіп жатырмын. Бардым, көрдім, естідім. Бәрі де белгілі сөз. Менің адам болуымның қамы, менің жұртты бұзбауымның керек екендігі. Егер тыйылмасам тайып тұруға тиіспін. Тағы сол сияқтылар. Білген бірақ жаңалығым Әбдештің жайы. Менің жүріс-тұрысым, мінез құлқым, борша-боршаға бөлініп жік-жігімен талқыланып жатқан мезгілде бір апайымыз, бағанағы бірге келген жігіт кім деді? Құрылыс техникумның студенті. Түн бойы тентіріп жүрет не қылған студент? Мен оны әрдайым кешкілік вокзалда көремін. Вагон теппе, жүк түсіріппе жүрет. Мүмкін емес. Мен батыл айттым. Қалай болғаны? Әбдеш мені алдап жүргені ме? Жоқ, мүмкін емес. Соңғы сөзімді дауыстап жібердім білем. Бәрі аңтаң болып қалды. Ей, мүмкін емес. Бар бөлмеңе. Екіншіле бұл мінезіңді сезсек, сенсіз де күн көреміз. Бұл көке көрсеткіш апайым. Кеттім. Түннің қалай өткенін өзіңізде сезіп отырған боларсыз. Таң атты. Әбдешті тағатсыз күтемін. Ол келетін емес. Жатақханасына жете алмаймын. Желкең ойлат деп ескертіп қойған. Бірнеше күннен соң жібек келді. Бар сырды сонда білдім. Әбдештің бұлай қарай аяқ басуына тыйым салған екен. Интернаттың төңірегінде төбен көрінсе мойның үзіледі деп ескертіпті. Кешкілік вокзалда көбірек жүретіні де рас болып шықты. Жалғыз стипендияға жалғама керек. Асқар екеуі кешкі мезгілде жұмыс істейтін көрінеді. Әй құрысын, оның өмірі өксігін жаза алмай-ақ қойды-ау. Міне аға, менің қала мектебіндегі өмірімнің қоңдысы осы. Қалғанның бәрі қарапайым. Және не айтайын, деді Айгүл маған қарап. Біраз үнсіз отырдық. Жібек қайда? Жібек осында. Бағана сізге әзіл айтып бара жатқан кісі сол жібегіңіз. Асқарда осында. Біз көрші тұрамыз. Аяш, Әбдеш екеуіңіз қашан қосылдыңдар? Оны айтуға болар мекен ағасы? Бағана айтамын деп уәде етіп едің ғой. Уәде ғой. Тек мейлі тыңдаңыз. Мектепте бітті. Енді қайда барсам да ерікті адаммын. Мені қинағаның өзі де осы еріктілікке қол жеткен заман. Аттестатымды алған соң, алдартымның барлығы аңырайды да қалды. Бұрын қайда бару, не істеу керек екендігін көзімізге шықып көрсетіп отырушы еді. Енді елең ететін ешкім жоқ. Не істеу керек? Жол басшым және де Әбдеш болды. Ол техникумды бітірген. Жолдаманы қала құрылыстарының біріне алыпты. Оқудан соң демалайын деген ойда болған жоқ. Бірден қызметке кірісті. Енді баяғы мен салатын қиғылықты ол да салды. Институтқа түсесің, оқисың. Мен оқып жарытпаспын. Жұмысқа орналасайын аға. Жоқ, оқисың. Оқығанда Жібектің институтына түсесің. Түсе алмасам қайтем? Түсесің. Жібекпен Асқардың да айтар сөзі осы. Мен оқуға түссем, медициналық училищеге түсемін. Соның 2 жылдық бөліміне тапсырамын документімді. Басқа жаққа бармаймын. Бәріміз осыған келістік. Ендігі қайғы сол оқу басталғанға дейін қайда болу керек. Оны да Әбдеш шешті. Біз қалалық бақта жүргенбіз. Түс қайтып, салқын түсіп қалған мезгіл еді. Жұрт қарасы көбейе бастады. Сыртқа шықсақ қайтеді деді Асқар. Онда менімен бірге жүріңдер. Бір жерге барып қайтайық деді Әбдеш. Қарсы болғанымыз жоқ. Ол бізді қаланың шеткерегінде орналасқан бір көшеге алып келді. Бұл жерде не көрсетпек бізге деп келе жатырмыз. Жекелеу тұрған бір үйдің тұсына келгенде Әбдеш бізге тырс етпеңдер деген белгі берді де ішіне кіріп кетті. Аздан соң бір қартты ертіп шығып, ал үйге кіріңдер деді. Біз бір-бірімізге қарадық. Кіріңдер қарақтарым, өз үйлерің ғой, жатсынбай жайғаса беріңдер. Сөйле шыққан қарт кісі бізге есікті айқара ашып, кіретінімізге кәміл сенетіндей мінез көрсетіп тұр. Ішке кірдік. Әбдештің соңына еріп оң қанаттағы бөлмеге өттік. Ортадағы 4 тағанды жайпақ үстелдің үстіне шай қамы жасалып қойыпты. Жайғаса бергенімізде әлгі қарт және кіріп, Айгүл қайсың қалқам деді. Мен едім апатай. Онда бері шыға қойшы. Ауызғы бөлмеге шыққан соң, сенің өз үйің ғой, маған ептеп көмектесіп жіберші деді. Мен аңтаңмын. Өз үйіңіз? Бетіне қарасам ешқандай із білінбейді. Көмектесіп жатырмын. Бар ойы мына сөзді үйдегілер есте көрмесін деп жүрмін. Өйтпеңіз деуге көңіліне темін бе деп қиналамын. Бетінен алғым келмейді. Шайды алып кірген соңда, ал қарақтарым, шай іше беріңдер. Қызметті мұна Айгүл өзі жасай берер. Мен бір жерге барып келмегедім деп шығып кетті. Әбдеш, мақұл апа деді.
Жібек көз қиығымен, мына кісі не деп барады деді. Мен екі иығымды бірдей көтеріп, түсінсем бұйырмасын дедім. Асқардың ештеңемен ісі жоқ. Қарт кісі анық ұзадау деген кезде Жібек қолындағы шынысын қоя салды. Әбдеш, сен әуелі бізге түсіндіріп қойшы, бұл кімнің үйі? Менің үйім. Саған қайдан үй біте қалды? Үй бітпегені рас, бірақ пәтерге тұруға правам бар емес пе? Пәтерге тұратын болдым. Онда құттықтаймыз деді Асқар қолын созып. Айгүлді де құттықтаңдар. Не үшін дедім шап етіп. Әлгі кісінің сөзі де құлағымда. Неменеге құттықтайды? Ол сенің де үйің. Қалайша, мен сізге үй ізде дегенім жоқ қой. Бәріміз тым тырыс болдық. Үнсіздікті Әбдештің өзі бұзды. Аяш деді ол төмен қарап отырып. Сен мені дұрыс түсін қалқам. Менің ойымда ағаңмын дегеннен басқа ештеңе жоқ. Мен пәтерді бір адамға алдым не, екі адамға алдым не, бәрібір бөлменің қаржысын төлеймін. Сене де осында болсын деген ойым еді. Апамада қарындасым екеуміз тұрамыз деп айтып қойғанмын. Сені өзімсініп жатқаны сол. Мейлі, өзің білесің. Ең болмаса оқуың басталғанша осында тұра тұрарсың. Мен уақытша басқа жақта бола берейін. Міне, бар сыр осы. Ал қане, енді сенің оқуыңды бітіргеніңе бір шай ішіп жіберейік. Мойнын Асқарға бұрып ыңғайсыздана күліп қойды да, шөлмектің шатағын бір көріп едік қой, сондықтан алмадым. Кешірерсің деді. Асқар оны қостап, бетаулақ дегені болмаса, басқа сөзге келген жоқ. Шынысы да жерде тұр, түйінді және Жібек дейді. Әбдештің айтқаны дұрыс. Аяш, ертеңнен бастап осында келеді. Тіптен керек болса мен де келіп алайын. Басқа сөз айтылған жоқ. Бәрі де осы тоқтамнан асалмаған сияқты. Үнсіз келісіп отырмыз. Менің көңілімді бір құйын көтеріп барып, қайта басылды. Және де жалғыздығымды ойладым. Есіме баяғы мола басындағы тас түсті. Әбдештің сонау бір кездегі түнгі бейнесі көлденеңдеп жүр. Біз ұзақ отырғанымыз жоқ. Қайтар кезімде Әбдеш қарт кісіге алғыс айтты. Апа, рахмет, қарындасымыз екеуміз ертең көшіп келеміз. Сөйтіңдер қарақтарым, сендерді келіп тұрыңдар. Келеміз, апа, келеміз. Тіптен әлі келуде мезі қылармыз. Жібек кемпірдің қолын сілкіп жатыр. Көшіп келгеніміз ғой. Шамаданымызды арқалап мен келдім. Киім-кешегін көтеріп ол келді. Алғашқы күндері Жібек жиі араласып, түнеп кетіп те жүрді. Әбдеш 2-3 рет үйде болмады. Мен экзаменімді тапсырып, техникумға түстім. Студент деген бұйрық шыққан күні екеуміздің арамызда мынадай әңгіме болды. Аяш, енді саған жатақхана беретін болар. Сонда барам десең, өзің біл. Сіз қайтесіз аға? Жалғыз өзіңізге қиын болмай ма? Қиын деп жатқаным ара-тұра киім үтіктеп, шайын қайнатып беруші едім. Дегенде аузыма түскен сөзді айта салсам да, қобалжып қалдым. Осыны да міндет еткенім бе? Мені қайтер дейсің, баяғыдай жүре беремін. Мен түңіле түстім. Жүрегім өзімді таптап кетерде дүрсіл қағады. Бара ғой деген сөзіне қарап, кетіп қалғым келсе де зауқым соқпайды. Осы үйде қимайтын сияқтымын. Егер тілімді алсаң, жатақханаға бармай-ақ қой. Осында тұра берейік. Кейінгі өмірді көре жатармыз. Жүрек дүрсілі тоқтан айырған желдеткіште бірте-бірте саябырлай бастады. Мақұл аға, бірге бола берейік. Әбдештің жүзі жайнап сала берді. Әрекеті де елгезек. Өйтейін деп бөлмеден бөлмеге жүгіріп, әр немені бір ұстайды. Ең соңынан тапқан ақылы болдау деймін. Аяш, жүр, киноға барып келейік деді. Екеуміз тұңғыш рет жекеден жеке киноға бардық. Осылайша оқудың бір курсы таусылып, келесі курстың да жарымы ауып қалған. Өмір өтіп жатты. Әбдеш екеуміздің арамыз бұрынғыша. Кино, театр, ара-тұра өтетін жиын-кеш дегендерге бірге барамыз. Биге барсақ бірге билейміз. Үйден шығарда жеке жүргенмен, қайтар мезгілде қолтықтасып қайтамыз. Бір-екі рет Асқар, Әбдеш, осы сен өмірдің өз заңы бар екенін ойламайсың-ау деймін. Қашанға дейін қарап жүресің? Оң-солға көз салатын мезгіл болған жоқ па деп еді, Әбдеш жауабын селқос қайырды. Қайда қашар дейсің, Асқар? Сол оң-солың. Кезінде кездесер. Қазірше өмір мені өзі өретіп бара жатқан жоқ қой. Сырымды үйдегі апама да ашық айтқанмын. Ол кісі одан сайын мейірлене түсті. Екі сөздің бірінде, бақыттарыңа қарай жақсы адам жолықса еді Әбдешке. Шайтан біреу кездессе, араларыңды суытып жібере ме деп уайымдайды да жүреді. Маған айтар ақылы, Әбдештен айырылма. Қылтың-сылтың біреуге кездесіп, көкеңнің көзіне шөп салма дейді.
Қысқасы екеумізді де ешкімге қимайды. Қолынан келсе, екеумізді де бір-бірімізге матастырып қойғысы келеді. Әттен, көңілімізге келеме деп кібіртіктей береді. Соңғы кезде әбдеш екеуміздің сөзіміз батылдана түскен сияқты. Ара-тұра оқыған кітап журналдардағы махаббат туралы мәселелерге дауласып аламыз. Бұл әңгіме Жібекпен Асқар араласа қалса қыза түседі. Маған Аяш деген үні де өзгешелеу естіле бастаған секілденеді. Бірде апам екеуінің әңгімесін құлағым шалып қалды. Әбдеш, сен қашанға қарап жүресің? Үйленбеймісің? Кімге үйленем, апа? Кімге деймісің? Айгүлше, ол кімнен кейін? Екеуіңді Құдай өзі қосқан ғой, қалқам-ау. Әбдеш ұзақ үнсіз отырды, терең күрсінді. Апатай-ай, менің қамымды ойлайсыз ғой. Жоқ, қалқам, мен Аяштың да қамын ойлаймын. Аяш. Апа, мына сөзіңізді Аяш есте көрмесін. Ол бөлмеден шығып кетті. Есіктің алдында алақандай бақ болатын. Соның ішіне барып, темекінің түтінін жұтып, сенделіп көп жүрді. Мен терезеден байқап тұрғанмын. Нақ осындай әңгіме біз Жібек екеуміздің арамызда да болды. Менің де жауабым Әбдеш естпесімен тынды. Және біраз уақыт өткен. Бір күні кешкілік Әбдеш мас болып келді. Арақ десе азап ойы қаза тұратын адамның мына түрін көргенде төбемен қорғасын құйғандай болды. Аға, мынауыңыз не? Кешір, Аяш. Мен біраз күнге командировкаға жүрмек едім. Жолдастарым кездесіп қалып, нетіп алдық. Асқар да болды ма? Асқар? Жоқ, ол болған жоқ. Айта көрме оған. Аяш, өтінем, Жібекке де айтпа. Жуынып шайынған соң шерайын деді. Ыстық шай ішкен соң тіптен жадырап кеткендей болды. Ерте жүремін деп жол киімін әзірледі. Ертерек ояну үшін жатып демалмасам болмас деп бөлмесіне кіріп кеткен. Мен ыдыс аяқ, анау-мынауды жинайын деп біраз айналып қалғанмын. Бөлмесінің шамы сөнбей тұрған. Бір кезде Аяш, ұйықтаған жоқсың ба деді. Жоқ, аға, кіріңіз деп орнымнан тұрдым. Отыра бер, Аяш, отыра бер. Ол ұзақ үнсіз отырды. Темекісін сорып-сорып қойды. Мен түтінге қамалған түлкідей боп қақалып шашалып отырмын. Бетіме жалт қарады да, темекіні терезеден атып жіберді. Аяш, мен саған бір сырды айтпақ едім. Айтыңыз, аға, қарындасына сыр жасыра ма екен? Сырыңыздың біреуін көрсетіп те келдіңіз. Оның беті ду етіп қызарып кетті. Иә, Аяш, ол үшін кешіре көр. Екіншілей ішпеймін. Және үнсіз қалды. Аяш, менің сырым, мен сені жақсы көремін. Әрине, аға, ағасы қарындасын жақсы көрмей қайтушы еді? Иә, ағасы, қарындасын. Ол орнынан қарғып тұрды. Мен осыны айтайын деп едім, Аяш, мас болып қалған болуым керек. Қайдағы жоқты болжырадым ба? Кешіре көр. Иә, қарындасын, тек қарындасым. Бөлмеден атып шықты да жол жүгін қолына алып сыртқа шығып кетті. Соңынан жүгіре шығып, қайда барасыз дегеніме берген жауабы, пойыз өте ерте жүруші еді, кешігіп қаламын, вокзалға бара берейін. Қайта келіп төсегіме құлай кеттім. Бағана Әбдеш келгенде жүрек шиыршық атып тарсылдап тұр еді, енді езілді де қалды. Өзіме де сол керек. Біліп тұрып безірейге немді алған, бәлденетін нем бар. Бар өшімді жастықтан алдым. Ертеңіне Жібек келді. Бар жағдайды еңіреп отырып өзім айттым. Тіпті өксігімді баса алмаймын. Қайғыма ортақ болар деген Жібегім болса, жерден жеті қоян тапқандай әлемге жар салып, айғайлай жөнелді. Міне тамаша, міне бақыт, ура, ура! Мен нақ бір бұрыштарды сағынып қалғандаяқ әр қабырғаға бір сүйрейді. Бетімнен сүйіп, мойнымнан құшат, әлден уақытта саябырси бастады. Бұлай етеміз, Аяш, Әбдеш қой, бір аптадан кейін келеді. Вокзалда алдынан шығамыз, гүл алып шығамыз. Ол айтқанын істетті. Гүл алып шықтық. Әбдеш вагонның есігінен көрінді. Асқар қолымдағы букетті жұлып алып, бетінен сүйіп, құттықтаймын деп гүл шоғын құшақтатты. Мен қысылып қалдым. Әбдеш аңырайып тұр. Жібек келіп екеумізді қолтықтастырып бұлай етіп жүріңдер деп, өзі білетін жөніне сала бергенде, өтіп бара жатқан жолаушының бірі, мыналар жас жұбайлар ау шамасы деді. Ол, иә, жас жұбайлар деп, жұрттың бәріне жария еткені. Осы кезде Әбдештің түрін көрсең, оны айтып жеткізу қиын. Тіптен қолындағы гүлдің тізбек-тізбегімен сусып, аяғына басырып жатқанын да байқайтын емес.
Жанары тігіліп тұр. Мұз боп қатып қалған сияқты. Қарымнан қармақ салғандай қысып ұстап алған. Мен бетіне тіктеп қарай алмаймын. Тек саусақтарын қысып қойдым. Аз күннен соң біз үйлендік. Міне аға, әңгіме де бітті. Біз де келіп жеттік деді Айгүл. Жан-жағыма қарасам, шынында да баяғы емхананың алдына келіп қалыппыз. Машинада бұдан артық отырудың реті жоқ. Аяғымызды кісендеп қойғанда кібіртіктеп бассам да, кетпеудің амалы жоқ. Айгүл соны сезді білем. Ағасы, әлі де білгіңіз келіп тұрған сыр бар ғой деймін, шамасы. Шаруаңыздың шала жері болса, үйдің адресін білесіз ғой. Келіңіз, қонақ болыңыз деді. Рахмет, Аяш, әңгімеңе қандым. Онда қош болыңыз. Қош бол. Ал енді жол болсын, жолаушы. Айгүлмен қоштастың. Қалғанын қалай білесің? Не істеу керек? Осы сұраулар ойымды торып алды. Өзім емхананың айналасынан шыға алмаймын. Әлден уақытта барып ойыма жібек түсті. Иә, бәсе, жібек бар ғой. Содан неге сұрамасқа? Ол бәрін білу керек қой. Не де болса нар тәуекел. Емхананың есігіне қалай барғанымды аңдамай қалдым. Жібектің фамилиясы кім екен? Оны мына самсап тұрған есіктің қайсынан іздесем екен? Бағана өзі еніп кеткен есікті ептеп ашып қарасам, ішінде ешкім көрінбейді. Бас дәрігердің бөлмесіне бардым. Ойым содан сұрамақ. Бас дәрігер өзінде ме екен? Осында болуы мүмкін, тек ол кісінің жұмыс уақыты бітті. Жұмысыңыз болса ертең келіңіз. Жоқ, мен бүгін жолығуым керек еді. Оған болмайды. Есік алдында отырған қыз едіреңдеп қалған неме екен, бет бақтыратын емес. Түсініңізші, маған жібек атты дәрігер әйел керек еді. Оны қайтесіз? Жалт қарасам желке тұсымда жібек тұр. Маған сіз керек едіңіз. Мүмкін болса бір ауыз тілдессем. Бедіреген қыз бас дәрігер деп аузын аша беріп еді. Ей, бас дәрігеріңді басыңа жақ дедім мен де едірейіп. Жібек күліп жіберді. Қыздың аузы ашылған күйінде аңырайды да қалды. Сізге керегі кім еді өзі? Мен бе, жоқ бас дәрігер ме? Бас дәрігер сізді іздеу үшін керек еді, ал нағыз керек адам өзіңіз. Онда екі қоянды бір оқпен жайратыпсыз, жүріңіз. Қалайша? Соның екеуі де мен едім. Ішке кіріп сөйлесейік. Ішке кірдік. Сөзіміздің басы кешірім өтінуден басталды. Жібек оған көп көңіл бөлген жоқ, күлді де қойды. Біз таныс сияқтымыз. Ұмытпасам ертеңгілік кездестік қойаймын. Сіз Аяшқа ғашық көрінесіз. Кездескенбіз. Тек қызбалықпен айтып салған сөзіме ғапы өтінемін. Сізге келгенімде сол Аяштың жайы. Оған не болыпты? Бас дәрігер елең ете қалды. Ештеңе бола қойған жоқ, мені қызықтырған ол кісінің өмірі. Мені де кешіре көріңіз. Әуелі жөндеп танысып алайықшы. Сіз кімсіз осы? Мен суретшімін. Сурет салуға тақырып іздеп келгенмін. Соның бір деталін тапқандаймын. Әй, суретші ағайындар-ай, сіздерге адам тек тақырып үшін ғана керек ау. Онда да деталь ғана. Жоқ, олай емес. Мені қызықтырған Айгүлдің өмір жолы, жұмбақ мінезі. Мен өзім келгелі бергі көптен жайымды түгел айттым. Айгүлдің әңгімесінде айттым. Баса назар аударған мәселем оның жұмбақ мінезі. Жібек үйдің жарығы жеткілікті бола тұрса да, барып электр шамын жақта. Өзі толқып отырған сияқты. Солай деңіз. Телефонмен біреулерге кешігіп баратынын ескертті. Мүмкін Аяштың үйіне соғып шығармыз деген сөзі де қосып қойды. Сізге Айгүлдің өмірінің қай жері жұмбақ болып жүр? Бәрін айтқан көрінеді ғой. Маған осы Айгүл деген қай Айгүл екенін түсіндіріп беріңізші. Әбдештің әңгімесінен түсінгенім бойынша Кенжегүл болуы керек сияқты еді. Мен бірақ Айгүл деген аттан ажырамай-ақ қойдым. Солай деңіз. Шынында да Айгүлдің аты Кенжегүл. Оның Айгүл болуының сыры мынада. Айгүл абайсызда машинаның астына түсіп қалды. Кенжегүлдің ажал аузынан аман қалуына себепші болғанда Айгүлдің өлімі. Ол біле тұра отқа түсті, көріп тұрып орға жығылды. Өзін ойлаған жоқ. Көкейінде жалғыз Кенжегүл болатын. Арманын аман сақтады. Өзі тіл тартпай кетті. Емханада жасалған дәрігерлік зерттеулерде өлімнің себебі машинаның соққысынан болған дегеннен басқа еш нәрсе бермеді. Айгүлдің қалтасында оның кім екенін анықтайтын ешбір қағаз жоқ еді. Кім екені, қайдан келгені, неге келгені белгісіз күйінде қала берді. Алғашқыда балалар үйіне әкелінген Кенжегүл, Айгүлше, Айгүл деп жылауынан тамбады. Басқа ештеңе айтпайды. Жөн жосық сұрауға әлі ақыл тоқтатпаған, анықтап айта алмайды.
Бірер күн сақталған соң іздеуші келмегендіктен дене жерленді. Жұрттың бәрін жылатқан Айгүлдің қалтасынан шыққан хат. Онда мынадай сөздер бар екен. Кенжебек, біз атам мен апамнан рұқсат сұрап, ақтық рет қоштасып қалу үшін артыңнан келдік. Кім білет, саған жолға аламыз ба, жоқ па? Сондықтан ойымды қағазға түсіріп жатырмын. Жүздесіп сөйлессем бермеспін. Онда майданнан аман есен оралған күні оқырсың. Ылайым солай бола көрсін. Бар тілегім осы. Кенжеш, жаңа өмірдің табалдырығын аттадыңдар. Емін еркін өмір сүріңдер деп тілеген адам көп еді. Сол табалдырықтан аттағанмен, өмірдің үйіне ен алған жоқ едік қой әлі. Өмір деген өксік беді. Өмір деген өлім беді. Сені біреулерді өлтіруге бара жатыр дегенге сенгім келмейді. Қалайша қолың барады жаным-ау. Сен тауық бауыздаудан да азар да безер едің ғой. Фашист атты итке де өмір керек емес пе? Неге өлімге ұмтылады екен? Кенжеш, алыс жолға аттанарыңда қайдағы жоқты айтып, жасытпайыншы. Жарқын аттаншы, жадырап қайтар мекенсің. Арт жағыңа алаң болма. Апам мен атамды бізге тапсыр. Ренжітпейміз, тарықтырмаймыз. Жоқтатпаймыз сені. Еркетайды да ойлама. Өзім аға да боламын, жеңге де боламын. Өзің бардағыдан бірде-бір кеметпеуге ант етейін, Кенжеш. Кетер күні аузыңа апам айтқандай періште салған шығар. Жеңіс дебең. Жеңісіңнен де қам жеме. Атын жеңіс қоямыз. Сен жеңіспен келесің. Сөйтіп біздің үйде 2 жеңіс болады. 2 жеңіс, Кенжешім, 2 жеңіс. Кейде қабағыңды түйсең ренжуші едім. Құдай-ау, сонда неге бұлдандым екен? Өмір бойы қабағың түйіліп болса да үйде болсаң еді. Жоқ, жоқ, Кенжеш. Аттана бер, аттан. Елмен бірге аттан. Кенжеш, атам мен апам сәлем айтты. Сол кісілердің көңілі үшін хатты жиірек жазып тұр. Қош бол, Кенжешім, аман орал. Айгүлің мен Еркетай. Әлемде мейірімді адам көп қой. Жоқ, түбінде әлемдегі адамдардың бәрі мейірімді. Тек кейбіреуін табиғат қатал етеді. Айгүлді опат еткен машинаның ішінде келе жатқан бір қарт әйел өлі денені анасындай аялайды. Жерленгенге дейін басында болыпты. Жоқтаушы шықпаған соң түбінде таныс адам көрсе, хабарлар деген ниетпен басына тас қойып, соған марқұмның қалтасына шыққан хаттағы адамдардың атын түгел тіздірген. Апта өткен соң артынан іздеп келген адамдар осы қара тасты құшып, көз жасын көл етіп қайтып кеткен. Кенжегүл балалар үйіне барған соңда аузынан Айгүлден басқа сөз шықпаған. Барлық сұраққа беретін жалғыз жауабы осы. Ондағы жолдастар аты осы болар деп түйіпті. Табылмай кетуінің себебі батыс шекарадан алып келе жатқан жетім балаларға қосылған екен. Жылжымалы детдом негізгі тұрағына жеткенше талай рет атын ауыстырған. Міне, Кенжегүлдің Айгүл аталуы осылай. Мен жібектен және де бірнеше мәселенің басын ашып алайын деп оқтала бергенімде телефон зареті қалды. Бар пәле сода тұрғандай-ақ жаратпай отырмын. Амал жоқ, үнде алмаймын. Жібек біреулермен 2-3 ауыз тілге келді де трубкасын тізгіндеп қойды. Мұнысына қуанып қалдым. Ағасы, қазір осында менің жолдасым келеді. Қалған мәселені бірлесіп шешейік деді. Жолдасыңыз? Онда мен нетіп? Қорқпай-ақ қойыңыз. Ол кісі қызғаншақ емес, мүмкін пайдасы тер. Айгүлдің өмірін менен кем білмейді. Онда ол кісі Асқар болды ғой дедім, көңіліме бір ой орала кетіп. Иә, Асқар. Әне сіз білетін болып шықтыңыз. Аздан соң Асқар кіріп келді. Мен орнымнан тұрып сәлем бердім. Сәлеметсіз бе, жолдас Асқар? Ол бетіме тігіліп қарап қалды. Иә, жолдас Асқар деген біз боламыз. Көмейінен күлкі көрініп тұр. Өзіңізді сәлеметсіз бе, жолдас? Суретші деді Жібек. Иә, жолдас суретші. Мен ыңғайсызданып қалдым. Жібек мәселенің ұзын ырғағын түсіндірді. Асқар күлкіге бөлмені бір кенелтіп тасталды да орнынан көтерілді. Ал онда жүріңдер, тура солардың өз үйіне барамыз. Қалғанын өз ауыздарынан естейік. Ол менің баратын бармайтынымда жұмысы да жоқ. Суретші деген халықтың қолынан тастамайтын құралы. Мольбертімді қолтықтап алып сыртқа шыға берді. Жібекте шығуға ыңғайланды. Сөйтіп әбдештің үйіне және келдім. Армысыз аға деді Айгүл мені жаңа көргендей. Мә керек болса, күнімен бірге жүргеніміз қайда? Сіздің айналып соғатыныңызды сезгенмін.
Бірақ жібекке жібере қоймап едім. Сөйтсем Асқарды да тауыпсыз ғой. Төрлетіңіздер. Әбдеш қайда, деді Асқар. Қимылы еркін, өз үйінде жүргендей. Жібекте жиырылып отырған жоқ. Әбдеш әйтеуір бір оралатын болар. Аяш, кешіре көр. Мен мына кісілер жүр деген соң ілесе қойып едім. Ағасы, мен әзілге айтып жатқаным ғой. Әбдеш келіп қалар. Азап кешігермін деген. Мүмкін сізді қонақ үйден іздеп жүрсе керек. Мен іздеп? Иә, сізді іздейді. Неге іздейді? Немене, сізді үйге тұрарлық адам емессіз бе? Сондасын соңырақ айтамын. Қонақ жай халықтың әдеті ғой. Айгүл шай қамына кірісті. Жібек қолғабыс жасап жүр. Айдалада қалған Асқар екеуміз. Ол әңгімеге тартпақ болып еді, зауқым соқпады. Осыны сезді білем. Әй Айгүл, сен бері келмесең сәніміз кіретін көрінбейді. Шайды Жібек ақ жайғастырар. Қонақтың көңілін аулайық, деді орнынан тұра беріп. Қазір дегеніне қоймай Айгүлді ертіп келді. Ал әңгімелесе беріңдер. Мен кесір жасайтын болсам, Жібекке барып қазанның құлағын ұстай тұрайын. Қазан сенсізде қайнар, деді Айгүл. Мен күліп жібердім. Айгүл жайғасты. Көзінде күлкінің ізі көрінетін сияқты. Ал сұрай беріңіз. Бірінші сұрақ. Әбдештің балалық шағы. Әбдештің балалық шағының бір шамасы сіздің ауылыңызда өткен ұқсайды. Менің ауылымда? Қалайша? Өзіңіз өткенде Қосмола мен Қазығұртты еленіп жүрген жоқ бедіңіз? Еленсеше, шын ие болсаңыз, соның жарымын Әбдешке бересіз. Екеуіңіз сол тауға еншілессіздер. Сонда Әбдеш менің жерлесім болғаны ма? Мен неге танымаймын? Ал ол сізді сыртыңыздан болса да таниды. Оның да сыры бар. Мына жаңалық мен үшін жай түскендей болды. Соны сезген Айгүл еш жидырмай әңгімесін жалғай берді. Ол Қосмоланың бауырында дүниеге келді. Әкесі сол өлкедегі тұңғыш коммунистердің бірі болған. Партияның тапсырмасымен талай елді аралапты. Сол алыста жүрген жерінде Әбдеш анасынан айырылды. Бұл аз болғандай, батыста апат басталды да әкесі өзі тіленіп майданға аттанды. Жалғыз ұлын еліне әкеліп, жақын тумаларының қолына қалдырыпты. Соғыс созбалаңға түсіп, елдің ер азаматы азая бастағанда Әбдештің тумасы да кетті. Ол аттанарда Әбдешті құшып отырып, әкесінің қайтыс болғаны туралы қара қағаз келгенін хабарлаған. Қайтпай қалсам, солай боларын болжаған сияқты. Айтатын адам болмас деп ойласа керек. Ендігі оның барар жері біреу-ақ, балалар үйі, сонда кеткен. Әбдештің одан арғы өмірі сізге таныс, деді Айгүл. Мен балалар үйінде кездестім. Ал екінші сұрағыңызды айтыңыз. Аяш, мен жікке бөліп нетейін. Өзің арман азабы дебең, сол сөзіңнің сырын айтшы. Солай ма, аға? Біз оқуды бітірдік. Жібек пен Асқар тура осы ауданға тартты. Мен Әбдешті паналап қалада қалдым. Баяғы апайдың үйінде тұрамыз. Және көктем келген. Күн арқа басты қыздырып, қаһарына міне бастаған мезгіл. Терезеден сыртқа қарап тұрған Әбдеш, Аяш, жүр, гүл теріп қайтайық, деді. Қайда барамыз, Әбдеш? Алысқа ұзай алмаймыз ғой. Алысқа бармаймыз. Анау төбеге шығып қайтсақ жарар. Ол жердің шөбінің өзі жұпар ғой. Тегістікке бардық. Төбеге де шықтық. Әбдеш алыстап кет алмайды. Жылдамырақ жүріп барып, қайралаңдап қалған мені көріп қайта оралады. Қиналсам қолтығымнан алат, деміксем демей түсет. Біз ұзақ жүрдік. Бой сергіп көңіл көтеріліп қалды. Үйге келген соңда ұзақ әңгімелестік. Әбден жатар мезгіл болған соң еркелетіп отырып, Аяш, мені командировкаға жіберіп жатыр. Бармаудың ыңғайы келмеді. Өзіме де пайдасы тиетін жұмыс не істесем екен, деді. Не істейтіні бар? Бұрын бармай жүрген командировкаң емес, бара бер. Үлгеріп келе алмай қалуы мүмкін. Үлгермеуің қалай? 5-6 ай болуы мүмкін. Мен қайтем? Менің де айтып жатқаным сол емес пе? Қайтемін? Бас тартуға арым бармайды. Жігіттердің көпшілігі жүрет. Ойланбасқа мал қалмады. Мен қайтпекпін. Барма десем бекен. Әлде оным ұят бола ма? Шынында да жауапты сапарау. Әйтпесе менің мына халімді көріп тұрып кетемін деген сөзге тілі оралмаса керек еді. Көлденең түспейін. Қашан жүресің, Әбдеш? 1-2 күнде. Жолыңнан қалдырып қайтем. Бара бер. Ерміз ғой. Үйде апам да бар. Аяшым, деді Әбдеш құшақтай алып. Ақылыңнан айналайын. Иә, апам бар ғой. Ол кісі жалғызсыратпас сені. Жолдастарда келіп хабарласып тұрар.
Мен тез оралуға тырысамын. Иығымнан құшып, аймалап отыр. Бетін бетіме тақап тұрды да, ұл болатын болсын, тек ұл деді сыбырлап. Мен күліп жібердім. Ол және сыбырлады. Атын кім қоямыз? Жарқ еткен найзағайдай жарқылдайтын бір елес көңілімді қарып өтті. Соның ізі ұмыт қалған бір соқпақты қозғап кеткендей. Нақ осындай бір жағдайды білетін сияқтымын. Гүл теріп едік. Кетіп бара жатып өтінішін айтып еді. Жеңіс деген сияқты еді. Сол қай жерде еді? Кім дер еді ол? Атын Жеңіс қоямыз. Не дедің, Аяш? Жеңіс дедің бе? Мен өз оймен өзім әлекпін. Ол ойланып қалды. Сен және ойландың ба, Аяш? Көп ойлана бермеш, ал аты Жеңіс болады. Әй қой, айқайлама дедім мен селкетіп. Апам естіп қояр, ұят болады. Естсе есте берсін, Жеңіс. Әбдеш аттанғанша мені бір бейжай ойлар үйіріп алды. Ол аттанар күні мен қалайда шығарып салғым келді. Жалынып жалбарынса да тыңдамай вокзалға бардым. Сөйтсем әбдешім 6 ай мерзімге әскерлік қызметін өтеуге кетеді екен. Ол қайта оралғанда біз Жеңіс екеуміз қарсы алдық. Өмір өтіп жатты. Жағдайымыз жақсарып қалған. Жеңіс ербеңдеп жүретін болды. Папа, мама деп бұлдырлап бірдемелерді айтады. Соның өзі қуаныш. Қызметтен шыққан соң бар ермегіміз сол. Жеңістің осы мінезі баяғы бір қиялға оралған, бар ойымды аялаған арманды қоздыра түсті. Ауыл аймақ, туған туыс дегенді іздегім келеді. Сағынамын соларды. Мұның өзі де бір беймаза мінез сияқты. Мен елімнің қай ендікті екенін де, туған туысқанымның қай ауылда, қандай адамдар екенін де, тіптен бар жоғында біле бермеймін ғой. Әйтеуір бар сияқты еді. Есімнен кетпейтін екесім, Кенжебек пен Айгүл. Елес беріп қалатын есімдер. Сағынамын. Білмейтін адамдарды сағынамын. Бар сияқты көрінеді біреулер. Тіптен түсімде кездесіп жүремін. Бұған үйдегі апамның мінезі де, сол кісінің үйіріліп тұруы да әсер ететін сияқты. Ол кісінің асты үстімізге түсіп, әсіресе Жеңісті жеңіне салып жырақ жібермейтін әдеті әртүрлі қиялға сүйреді. Менің де осылай етіп еркелеткен өз анам бар сияқты болып көрінеді. Көргім келеді. Тек әйтеуір жоқ деген ойға көндікпеймін. Баяғы бейттің басына талай бардық. Гүл қоямыз, қадыр тұтамыз, бірақ сырына жете алмай қиналамыз. Ары-бері іздеу салып көрген әрекетімізден еш нәрсе өнбет. Менің осы ойым әбдешкеде батып жүр. Ала өкпе болғанмен амалы жоқ. Атой салып іздеген әрекетінің бәрі зая кетті. Бір ғана іс, оның да ауылым деп аузына ала бастаған арманы. Менің әсерім болды ма, әлде өмірді бір шама жөнге келтіріп, өңін түзеткен соң есіне түсті ме? Соңғы кездері көбірек айтатын болды. Енді іздейтініміз екі ел. Әбдеш, сен осы неге еліңе барып қайтпайсың дедім бір күні. Ол да үнсіз отырды. Аяш, мен де елді аңсайтын сияқтымын. Бірақ кімге барамын? Кімді іздеймін ол елден? Ағайын туған бар емес пе? Тіптен елді көріп қайтпаймысың? Өз тумам жоқ деп түңілген жарамас. Иә, менің тумам жоқ. Тіптен сол елдің адамдарында ажырата алмаймын ғой. Әйтеуір ауылдың атын білгеніме мәзбін. Атын білсең, енді адамын біліп қайт. Мақұл, Аяшым, барып қайтайын. Сен де барасың. Жеңісті де апарамыз. Ауылын көріп қайтсын. Айтуын айтқанмен ауылға баруымыз айға созылды. Кімді іздеп барамыз? Кім іздеп барамыз? Әбдештің айта беретін сөзі осы. Жолға шығуымыз шырғаланға шалдыға берсе де, өмірімізге жаңа бір леп енген сияқты. Ауылға деген сөздің өзі арман болмаушы еді бұрын. Онда барғанда бадырайып, алдымыздан шыға қоятын ағайынымыз жоқ екенін мен түгілі Әбдештің өзі талай айтқан. Ағайын деген сөзден аулақ болсам да, ауыл деген сөз аузымнан түспейді. Не болса да сол ауылды көруге аңсарым ауадыда тұрады. Ауылға келдік. Көлбеп жатқан кең дала. Анадайда ауылдың арқасына асылып алып шоқылар тұр. Жаз болса да тау басы ақ тәжінен тазара қоймапты. Соның ызғары болса керек, кешкілік күн салқын тартады. Гүрілдеп жатқан өзен жоқ, бірақ ауылдың алқымынан басталған бастау жас сәбидің бұлдыры секілді. Көңілді бір күмбірлеген күйге бөлеп, сезімді сергітіп жатыр. Жаздың жарымы ауып қалса да, айналасының бәрі көктемнің күніндей көгілдір, көздің нұрын алады. Әбдештің ауылы осы екен. Ауылдың адамдары да ақ көңіл, ашық жарқын, жадыраңқы жандар. Бізді жассым жатқан еш қайсысы жоқ. Бәрі де құшағын жайып қуанып жүр.
Алғашында қалай болар екен деп қиналған көңіл қалпына түсті. Қай үйге барамыз, қалай сиямыз деген сезіктен де серпілдік. Іздемек болған қонақ үйіміз жайына қалды. Үйден үйге көшіп, дастарқаннан дәм татып, дархан өмірмен оңшақты күн өтті. Осы күндерде талай-талай адамдармен танысып, қилы-қилы қызықтарды көрдім. Біреулер тірінің тұяғы жоғалмайды деген, айналып елін тапты деп жағасын ұстаса, біреулер есіл ердің көзі еді, бар екен ғой деп көзін көлегейлейді. Маған әсіресе әсер еткен екі жағдай. Бірі ауылдың көзіме оттай басылуы. Бәрі таныс сияқты, бәрін білетіндей болып кетемін. Анау тұрған қалың ағаштың орнында ну тоғай болатын. Тек олар балғын, шыбық болатын сияқты еді. Мына төбеде таныс көрінеді. Тек төгіліп тұратын гүлі жоқ. Анау тұрған ала таулар аласаланып кеткендей. Көшені бойлаған жәпірейген үйлер жоқ. Қас қатар тізілген ақ үйлер. Осы бір сезімдер қанша оралса да, оны сыртқа шығара алмадым. Айта алмадым ешкімге. Айналаға алаңдай бергенімді аңғарды ма, әбдеш бір күні, саған не болды? Ауыл көрмегендей алаңдай бересің. Маған бір түрлі ыстық көрінеді. Біздің ауылда да осындай тау, өзен мен тоғай болатын. Мен өз ойымның шет жағасын шығардым. Ол күрсініп қойды. Екіншісі қоштастар күнгі қолқа. Әбдеш қалқам, ел басына күн туғанда еңіреген азамат аз емес. Алда алыста, жаумен жағаласып апат болса, арты мына сендер, ана мейірімін сезе алмай, әке құшағын аша алмай алаңдап үстіңдер. Ол ел басына түгел түскен қайғы еді. Енді міне, ер жеттің, абыройлы азамат болыпсың. Бір ақыл айтпақпыз, елге оралсаң қайтеді. Бұны ақсақалда қария айтты. Істейтін жұмыс мұнда да бар. Келіннің де мамандығы лайықтақ екен. Мұны ауыл басшыларының бір айтты. Кел, білекті сыбанып тұрып жұмыс істейік. Әбдешті құрдасым деп, көз үйреніскен соң қақтығысып жүрген жігіттің бірі бұл. Әбдеш алғаш үндемей отырды, сосын маған қарады. Мен не демекпін? Өзің біл деген қалып білдірдім. Жеңіске қарап ет ол. Папа, ойнап келейікші деді. Мұнысы менен сұрап нетесің? Бәрін өздерін шешесіңдер дегендей болды. Бұдан кейін көз қырын ешкімге салмай, салмақты отырып жауап берді. Онысы бәріңе берген жауабым дегені ғой. Рахмет ағайындар. Араларыңа келіп, ауылдың өмірімен таныстық, өздеріңді көрдік. Көңіл бір көтеріліп қалды. Қалада қызметіміз бар, оны тастап кете салуда оңай емес. Ойланайық, түбінде сендерден алыс кетпеспіз, жауабын соңырақ берерміз. Ауыл басшыларының бірі, келсеңдер болар ет дей беріп ет, ақсақалды қария сөзін кесіп тастады. Жетті, баланың айтқаны дұрыс, онда да қызмет, дос жарандары бар, ақылға салған мақұл. Осы әңгіме мені қатты толқытты, қамқоршымыз қандай көбет, неткен жақсы адамдар шіркін. Ауылға көшіп келдік, қызметке орналастық. Колхоз мамандарына деп салған жаңа үйден пәтер берді. Сол үйден баласы отан соғысында қайтыс болған бір кемпірде бөлме алды. Ауылға орнығып алған соң мазасыз ой мені және билет. Айналаның бәрі аймалап тұрғандай болды. Қол бұлғап шақырғандай. Алыстан сонау балалық шақтан бой көтерген ұзық-созық елестер еске түсе береді. Ауылды аралай түсем, аралағанмен айызым қанбайды. Бейне бір осы ауылға ғашық адам секілдімін. Қоңсы кейуана тамаша адам болып шықты. Үшеуміз үйір болып алдық. Ол кісі де бізді шашау шығармай, қамқор болып жүреді. Әлде сонысынан ба, жоқ адамның мінезі деген мезгегіш бола ма? Мен де ол кісіні көрмесем, тұра алмайтын халге жеттім. Жеңіс болса жанынан шықпайды. Алғаш кездесіп, шүйіркелескенде мынадай әңгіме болған. Атың кім, қарағым? Айгүл апа. Айгүл. Ол ұзақ үңіліп отырды. Жүзінде толқу бар. Қиналып, қиына шақырған ой бар. Неге ойландыңыз, апа? Айгүл, Айгүл. Иә, ұқсастық бола береді. Менің қасында отырғаны менді ғана есіне түскендей. Жай әшейін, қарағым. Қатты толқыдыңыз ғой. Еңсеңізді ауырлық басқан сияқты. Ойыңыз шытырман, шартарапты шарлап жүр ғой. Ой дегенде көп, қайғы дегенде қаталдық жасап бақты. Бәрі де өтті ғой біздің басымыздан. Тек оны бастарыңа салмасын. Біз ақ садаға болайық сендердің бақыттарың үшін. Мына жеңістерің аман болып, желкілдеген жігіт болсын. Келші бері қасыма. Жеңісті бауырына қысып, маңдайынан сүйді. Мен кірпігіме жас үйіріп, еркімнен айырылып барам.
Олардың үнсіздігін бұзбайын деп ептеп үйден шыға жөнелдім. Сол күні білсемші, сезсемші кіммен кездескенімді. Жүрек шіркін желпілдеп тұрса да жақындай алмадым, жана салмадым. Анығына жетпеген соң жабыса бермейінші деп едім, арман болды. Ол былай, дәрі-дәрмек алу үшін қалаға кеткенмін. Апам ауру еді. Жеңіс пен апам жалғыз қалмау үшін әбдеш қызметіне сұранып, 2-3 күн үйде болдық. Жұмысымды жүйеге келтіре алмай, аялдаңқырап қалдым. Бұрын ұзап шығып көрмеген басым Жеңісімді қатты сағындым. Алыс кеткеніме апта болса да айдай көрінді. Апам да ойымнан шықпайды. Тіптен түсіме кіреді. Қиналып қалдау деп қайғырамын. Қайтардағы көңіл шіркіннің толқуай. Алып ұшып барады. Арындата зулаған машинаның жүрісін жылдамдата түскім келеді. Шабысы шабан сияқтанады. Әбдеш ауыл шетіндегі аялдамада күтіп тұр екен. Әбден сағынған екен. Тағаты таусылғаннан шығып тұр ғой деп елжіреп кеттім. Автобустан шыға берақ, Жеңіс жүгіріп келіп мойныма орала кетті. Мама, біздің әжеміз бар. Айналайын, әжеміз бар. Жоқ, мама, сенің әжең бар. Айналайын, ол менің де әжем, сенің де әжең, папаңның да әжесі. Мама, менің әжем саған мама болады. Мен Әбдештің бетіне қарадым. Толқып тұр. Аяш, Жеңіс дұрыс айтып тұр. Сенің шешең табылды. Қайда? Өзіміздің үйдегі апам сенің шешең екен. Не дейді жаным-ау? Оны қайдан білдіңдер? Бәрін сұрадым, бәрі дұрыс. Моладағы жеңгең, сені Еркетай деп атаған сол кісі екен. Кенжебек ағайың соғыста. Не болғанымды білмеймін, жер айналып барады. Апа деп тұра жүгірдім. Әбдештің асықпа, сен туралы айтқанымыз жоқ деп айғайлағанына құлақ салғаным жоқ. Жүгіріп келем, жет алмай қалатын сияқтымын. Қуанғаннан көрі қорқынышым басым, зәрем ұшып барады. Дәрігермін ғой, апамның ауруының сыры маған айқын. Есіктен кіріп келіп тұрып қалдым. Ол кісінің жүзінде ешқандай өзгеріс білінбейді. Бір сыдырғы қалпы. Келдің бе, Аяш? Аман есенбісің? Әбдеш сені күтуге кетіп еді ғой. Неге алқынып тұрсың? Ауырып қалғаннан саумысың? Отырсаңшы. Қасына қисайып отырдым. Қолын ұстадым. Өз қолым қалтырап тұр. Апа, сіздің қызыңыз бар ма еді? Иә, қалқам. Қызыңыз қайда? Жоғалып кеткен. Аты кім еді? Кенжегүл. Кенжегүл? Еркетай. Неге сұрадың, қалқам? Жеңгесі Еркетай дейтін. Кенжеміз болған соң еркелетіп бәрімізде осылай атаушы едік. Апатай-ау, сол Еркетайын мен ғой, Кенжегүліңмін. Құшағына құлай кеттім. Ыстық құшақтың иісі елеп тастағанда есеңгіреп барамын. Мауқымды баса алатын емеспін. Емірене түсем. Бір кезде мойныма қатты оралған қолдың босап бара жатқанын байқап, басымды көтерсем, апам талып жатыр. Зәре құтым қалмады. Дәрі-дәрмек жұмсадым, ептебесін жия бастағанда Әбдеште келді. Апам Жеңісті құшып және қалжырап қалды. Біз атар таңды көз ілмей қарсы алдық. Міне, мен апаммен осылай кездестім. Сенің анаң екенін Әбдеш қайдан білген? Ол да оңайға түскен жоқ деді Әбдеш. Ол бағана әңгіме арасында кіріп келген болатын. Менімен жымиып қол алысып сәлемдесті де, Айгүлге айта бер деген ишарат білдіріп, бірде жібектің қасына барса, бірде бізге келіп жайға салмай жүрген. Ендігі әңгімені өзі жалғастырды. Баяғы бейттің басындағы оқиғадан кейін менің де тыныштығым кетті. Мен кірмеген мекеме, ашылмаған есік қалмады. Бірақ жарытып ештеңе біле алмадым. Әйтеуір Аяшқа қатысы барау деген хабардың бәрін жаныма жинап, көңілге тоқи бердім. Екшеп көрейін десем, қалбырдан өткен ұнтақтай сау етіп төгіліп кетеді. Қалбырда қалатынның қарасында көрінбейді. Көңілді қарауытып кетеді. Ауылға алғашқы келгендегі айтқан сөздері жұп-жұмсақ болса да мені кінәлағандай боп естіледі. Көңіліме тақ-тақ тиіп, жүрекке біздей қадалады. Оны өзі сезбейді. Еркелеп, мен елімді тапқанға төбесі таумен теңелгенде елжіріп айтады. Бірақ ол қуанған сайын мен қапалана түсем. Таразының екі басы да ауырлай береді. Елге бір жола келген соң Айгүлдің әңгімесі нақтылана түсті. Ойында қалған белгілер бедерлене бастады. Бірақ сол жақсылықтың нышанын нақ баса алмаймыз. Оның асыр салып ойнаған тоғайының жылдар өте нуға айналғанын, аспанмен тілдескен таулардың өзескен соң ала сарып кеткенін, ығы-жығы ауылдың қала санды поселкаға айналғанын ойын алмай өзінен алыстата береді. Айгүл қалаға кеткенде апам қатты науқастанған. Ол кісінің науқасы бұрында да бар екен.
Соңғы кезде үдей түскен. Апамның халі нашар дегенді өзі талай айтатын. Сондықтан мен үйде қалдым. Бір күні кешкілік апам туралы бұрында жұрттан ептеп естіген әңгімемізді анығырақ білейінші деп сыр тарттым. Апа, осы сіздің балаңыз армияға аттанған дейді. Соңынан хабар болмады ма? Неге болмасын? Болды. Кенжебегім ай сайын хат жазып тұратын. Оған жауап жазудың өзі де азап болды ғой. Неге, апа? Негесі сол. Ол кеткенде біз бір емес, 3 қайғыға бірде іліктік қой. Өзі кеткен күннің ертеңіне қалаға аттанған келінім қайтып оралмады. Кенжем хат жазған сайын Айгүл. Оның да аты Айгүл болатын. Неге хат жазбайды деп сұраумен болды. Себебін айта алмаймыз. Хат жазатын өзі жоқ. Ол кісі неге оралмаған? Қайдан оралсын қалқам? Ол неге бір аттанған адам қайта оралар ма еді? Қалаға бара жатқан жерінде машина соғып опат болды. Менің есіме баяғы қабір орала кетті. Онда жатқанда машина соққан Айгүл дейтін әйел болатын. Кенжебек дегенде ат болушы еді. Апа, сіздің басқа балаңыз жоқ па еді? Кенжегүл деген қызым бар еді. Жеңіс деген кім еді? Жеңіс? Ондай адамды білмеуші едім, естпегенмін. Айтпақшы, тоқташы. Есіме бірдеңе түскен сияқты. Кенжем аттанар күні келіншегіне ұл тапсаң атын Жеңіс қоясын деп айтып еді. Ол Жеңіс анасының құрсағында кетті. Басқаны білмеймін. Апатай, Еркетай деген есімді естуіңіз бар ма? Болғанда қандай? Кенжегүлді жеңгесі Еркетай деп атайтын. Еркелеп қасынан кетпеуші еді құлыным. Оны неге сұрадың? Біздің қаламызда бір бейіт болатын. Соның басына осы бір есімдердің бәрі жазылған екен. Содан сұрап жатқаным. Сол бейіт Айгүлдің бейіті. Мен де барып етегімді жасқа толтырып оралғанмын. Кенжегүл, яғни Еркетайыңыз да сол бейітте ме? Жоқ. Кенжегүлім тірідей жоғалды ғой. Балалар үйінде де бет, ізден жаңылып қалдық. Қайда екенін білмеймін. Ендігі тілегім әйтеуір аман болса болды. Бойымды бір күш керней жөнелді. Тыпыршып орнымда отыра алмаймын. Ой әр тарапқа шапқылайды. Көңіл көтерілсе түседі де басылады. Апамның айтқандарын анықтау үшін қайта-қайта тәпіштеп айтқыза түсем. Айгүл туралы білерімнің бәрін осы кісінің ой елегінен өткізіп, төрелігін тыңдаймын. Бәрі сәйкес келетін сияқты, нақ өзі болып көрінеді. Ақыры көзім жетті-ау дегенде және бірер нәрсені анықтап алғым келді. Апа, бұрын сіздер киіз үйде тұрдыңыздар ма? Киіз үйде кім тұрмады дейсің, балам? Бізде тұрдық. Бірақ атаңның мінезі қызық еді. Қыштан соққан үйде жүрегім қысылып кетеді деп, баласы майданға аттанғанша көктемнен бастап қысқа дейін қызын құшақтап киіз үйде түнейтін. Ол кісі қызын атқа мінгізіп жүруші ме еді? Жылқы бағатын адам аттан түсуші ме еді? Ылғи алдына қызын мінгізіп алып, ауылдар алап жүретін. Ауыл сыртындағы қалың ағаштың орнында бұрын талшыбықтар өсетін дейді. Олар қайда кеткен? Қайда кетуші еді? Орнында тұр. Шыбық өскен соң шатқалға айналды. Иә, солай екен-ау. Таудың аласарғаны аяштың өзінің өсіп кеткендігі, гүлдің көбейгені, көктемнің келмегені болды ғой. Сол, анық сол. Менің Айгүлім мен апамның Кенжегүлі бір адам. Екеуі де жеңісімнің анасы. Мұндайда қуанғаның өзі қызық болады екен. Әдетте қуаныш деген күлкімен, көңілдің көтеріңкі күйімен көрінуші еді. Мен басқашамын. Бар білгенім бөлмеге симай барамын. Сол бір кездегі көңіл күйімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Оның не сезім екенін өзімде білмеймін. Әсіресе ата-ананың аймалауынсыз өскен мен сияқтылардың анықтап айтуы қиын көрінеді. Апам айтуға батылым бармады, ішіме симай барады. Біреуге айтпасам жарылып кететін сияқтымын. Үйге келген соң Жеңіске айтып, біраз мауқымды басқан болдым. Ол менің ойымның оннан бірінде түсіне алмай азапқа салды. Сонда да айта бердім. Ертеңіне бұлайда асқа күтіп жүрген Аяштың алдына шықтық. Айгүл мен Әбдештің өміріне өзім өсіргендей қанық болдым. Жеңіс туралы осы білгенімде жеткілікті. Енді әңгіме таусылған сияқты. Сонда арманның азапқа айналғаны қайда? Айгүлдің оғаш мінезі ше? Оны неге жораймын? Әңгіме айтыңдар деп әлегін шығарғаныма қысылсам да, амалым таусылып отыр. Аяш, сенің азап дегенің не еді? Қайта бәрін қауышып, қуанышқа кенелген жоқпысыңдар? Сіз әлі түсінген жоқсыз ба, ағасы? Сол қуаныштың өзі азап болған жоқ па? Мен еңіреп жүріп енді жеттім дегенде, мауқымды басалмай қалдым емес пе деп, бір тоқтады Аяш, күрсініп алды. Анамның ауруы маған белгілі болатын. Талай дәрігерлерді әкеліп көрсеткенмін. Оларда ем жасау қиын екенін ескерткен. Міне,
Енді қуанышқа кенелдім деп, көңілді көтерер кезде дәрігерлерім алдымнан шыға келді. Ол сезесің, білесің, дайындал дейді. Мен білмеймін, сенбеймін деймін. Оған анамның ептеп жөнге келе бастаған ахуалы да медеу болады. Ол кісінің көңілі көтеріліп, қуанышына ие бола бастағандай. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Айға жетпей апам дүние салды. Бұл қайғы бәрімізге де қатты батты. Әбдешті жүдеп барады. Мен ауылға сыймадым. Қай төбеге қарасам да балалық шағым есіне бір түссе, анам екі түсіп, алаң бола бердім. Шыдайтын хал жоқ. Сонымен осында көшіп келдік. Міне, менің азабым осы ағасы. Тілім күрмеліп, үнім шықпай қалғандай. Не дерімді білмеймін. Көңіл айтайын десем, онсыз да талай есебін есіне түсіріп, қайғысын қозғадым. Қалай етсем екен? Не де болса тәуекел. Аяш, арманыңды айт деп жүріп, азабыңның аузын ашып алғаныма кешіре көр. Өткен өмірге өкініш жоқ. Енді өздерің аман болыңдар. Өкінгенде амал не ағасы? Өмірдегі көрген қайғыма өкінбеймін. Ол жалғыз менің басымда емес. Ер басына түскен қайғы ет. Ел болып басын қайырда. Менің өкінетінім, асыл арманымның азапқа айналуы ғой. Өмір бойы аялап жүрген арманым еді. Енді жеттім бе дегенде азапқа айналды. Оған да амал не? Аялай алмадың деп анамды айыптаймын ба? Тіріде жетметтің деп жеңгемді айыптаймын ба? Немесе алысқа кеткен ағаны айыптаймын ба? Жоқ, оларды айыптай алмаймын. Мұның бәріне айыпты соғыс. Қолымнан келсе сол соғысты айыптаймын. Аңырап өткен анамның атынан айыптаймын. Арманда кеткен ағамның атынан айыптаймын. Өмірдің баспалдағынан екі аттаған Айгүлдің атынан айыптаймын. Менің азабыма сол соғыс кінәлі. Біз және үнсіз қалдық. Жібек тіл қатты. Айгүл ауылын сағынат, көзін таудан алмайт, аңдығаны ауыл туралы әңгіме. Жұмбақ мінезі де соның әсері. Мен Әбдештің бетіне қарадым. Үнсіз, салмақты. Онда ауылға көшіп бару керек. Әбдеш пен Асқарға алма кезек көз сала отырып сөйледім. Асқар дұрыс деді. Әбдеш аз ойланып отырып, бірақ сөзбен жауап берді. Көрерміз. Айгүл үндеген жоқ. Жібек дұрыс дегенде маған бұрыла берді де, көзін тайдырып Айгүлге қарады. Айгүлге қалай кездесіп жүрсіз? Әдетте біздің ағайындар айналасын анықтап қарап алмай, тақырып тапшылығын тартып жүреді ғой. Менің де сол шекпенді шен етіп жүрген кезім болатын. Қалада жүргенде тақырып тақырланып қалдыма деп ауылыма бардым. Ай жаттым, мардымды еш нәрсе шықпады. Мен үшін табиғаттың талассыз тамшысы көрінетін қос мола мен қазығұртта көзіме қораш көрінді. Тағы да жолға шықтым. Алыс кет алмай айналшықтап жүргенде Айгүлге кездестім. Айгүлдің ата-анасының атын білмегені қызық екен. Ал сіз біліп бедіңіз сол жасыңызда? Біз тек қана ата, апа деп өскеніміз жоқ па? Қазіргі халдерін білесіз бе? Әбден білем. Өте жақсы. Елдеріне қайта барды ма? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Суретші шеберханасындағы әңгімеден.